Достар, бүгін сырты алтынмен қапталған қабырғадағы қазы тағамының дәмін бірге татып көретін боламыз. Мен мұндай тағамды бірінші рет көріп тұрмын. Қараңыздар, сырты толықтай алтынмен қапталған. Соңында жұқа. Бұл тағам Аспан мейрамханасының фирменный тағам болып табылады. Арнайы шеф-повардың жеке рецептісімен әзірленген. Ендеше дәмін бірге татып көрейік. Вау. Мәссаған, қараңыздар. Толықтай ет. Мұның бағасы 7000 теңге тұрады. Мәса, еті жұмсақ. Қараңыздар. Бисмилля. Дәм жақсы, жаман емес. Бұл қазы болғаннан кейін еттің кейбір бөлігі майлы екен, кәдімгі қазы сияқты. Айтпақшы, мейрамхананың жаңадан ашылуына орай келген қонақтарға бауырсақ пен чак-чак комплимент ретінде ұсынылады. Сәл майлылау екен, бірақ жүректі аса қатты алмайды. Чисто етін жекші. Шайға тар қосылған қазақтың сүт шайы. Десертке чак-чак пен форст. Мейрамхананың ашылғанына аз ғана уақыт болған. Іші кең, интерьері қазақи стильде, ал негізгі мәзірі ұлттық тағамдар мен шығыс Асияның тағамдары. Көріп тұрғандарыңыздай бағалары орташа. Айтпақшы, мейрамхананың бір артықшылығы қызмет көрсетуге ешқандай артық төлем алмайды. Яғни қызмет көрсету 0%. Ал Аспан мейрамханасының мекен жайы Наурызбай Батыр көшесі 85.